бүгін ерекше бір нәрсе істейінші о деп есіме түсіп кетті да пияздарымды алып келіп қойдым. Пияз үстің шіріп кетіпті ғой, ауру емессің ба? Иә, еще мені жақындатып қойыпты, маған жұғады бұның ауруы. Қумаңдаршы, мен ауру емеспін. Одан кейін холодильниктен барып сразу тақыр басиктерімді алып шықтым. Санчо, Панчо, Нанчо, Танчо тірісіңдер ма? Бір-бірлерін түгендей тұрыңдар, қазір барлықтарын қуырам. Шығаршы пакеттен тұншықтырмай, шығаршы. Мә, пияз жылатты ғой. Бүкіл жеріміз ашып кететін болды ғой. Басқа ыдысқа салшы пияздарды. Басқа ыдыс жоқ, сендерге барлықтарың осында тұрасыңдар дедім да, сковородкамды алып келейін дедім. Вообще-то мен саған сүт пісіруге келгем, аналарың қуырма маған. Бопты, өзімнің қазаным бар еді, қара қазаныма қуырайын деп қазаныма бардым. Айтып қояйын, сразу маған сковородканың да айлығын қосып төлейсің. Болды, брат, бір ауыз сөзің мөлдіреген көзің деп пиязымды апарып қуырайын деп атсам. Тастамашы мені ыстық майға. Таста, жаңа сені жылатты ғой бұл. Қазаның сөзіне пиязды тастап жерін ыстық майға қуырып мә саған дедім да. Артынан чеснок, помидор барлығын салып жақсылап қуырып алдым. Одан тақыр басиктерді бір-біріне ұрып қалғаным жарылып кетті, одан тұзды салдым да. Мә, мен мұндай тамақ көрмегенмін ғой. Санчо, Панчо, Танчо, бәріміз бір күнде қуырылыппыз ғой. Арманым жоқ менің енді. Айтсам сенбейсіздер, пысықпын деймін, аяқта бауырсақ қуырып үлгеріп жатырмын ғой. Мынау мен бізге ас болсын.